қазақтың ұлттық ойындары қандай ойындар? Жарайсыңдар. Балалар, біз бүгін қанталапай ойын ойнаймыз. Ойын ойнаған келе ме? Иә. Ал ойнайық балалар. Әр асықта баға бар. Ұта білген баланы әрбір бала бағалар. Шиыр кәне асықты, таңда және қашықты, алшы тұрғы сақанды, қаламаймыз жасықты деп балалар ойынымызды ендеше бастайық. Бәріміз жараса қойық. Балалар, сіздерге ойын шартын түсіндіріп жіберейін. Мына қоржынның ішінде көк асық бар. Көк асықтың ішінде бір қызыл асық бар. Ол қан асығы деп аталады. Бірінші бұл осы қызыл асықты алған бала бірінші бұл ойынды бастайды. Талапай, талапай, басталды ойын алақай деп. Мен ортаға асықтарды шашамын. Сіздер талапай, талапай деп асықтарды жинап аласыздар. Алған асықтарыңызды санайсыздар. Қалған асықтың ішінен бір сақа таңдап аласыздар. Қалған асықты ортаға тігесіздер. Бірінші қан асығын алған бала ойынды бірінші бастап атады. Тегізсе ату мүмкіндігіне ие болады. Тегіз алмаса менің сұрағыма жауап береді. Ал сұраққа жауап бере алмаса басқа балалар сұраққа жауап беріп ату мүмкіндігін ұтып алады. Осылайша жердегі асықтар таусылғанша жалғаса береді. Ойын соңында ұтқан асықтарды барлығын санайсыздар. Кім көк асық ұтса, сол жеңімпаз атанады. Түсінікті ме балалар? Балалар, онда ойынымызды бастайық. Талапай, талапай, басталды ойын. Балалар, қан асығы кімге түсті екен? Бегнұрға түсті екен. Ал асықтарды санап жіберейік. Ибрахим, сізде неше асық? Ибрахимде 3 асық екен. Ильяста 3 асық, Нұрбатырда 3 асық. Ержан, сізде неше асық? 4 асық. Нұрасыл, сізде неше асық? 3 асық екен. Дарын, сізде 1 асық екен. Балалар, бәріміз тұрып, ойын алаңына барайық. Балалар, ортаға асығымызды тігейік. Бегнұр бірінші ату мүмкіндігіне ие болды. Бегнұр атағай бірінші. Бегнұр тегіз алмады. Бегнұр сұраққа жауап бере алды. Қазақтың ұлттық тағамдарына қандай тағамдар? Дарын жауап берді, жақсы. Керемет, тамаша. Дарын 2 асық ұтып алды. Мерген екен Дарын. Тағы ату мүмкіндігіне ие болды. Дарын қазақтың ұлттық сусындарына қандай сусындар? Асыл ұтып алды. Ату мүмкіндігіне. Расыл сұраққа жауап бере алды. Қазақтың ұлттық ойындарына қандай ойындар? Расыл қайтадан жауап бере қой. Керемет, тамаша. Расылға қосыла қояйық. 2 асық ұтып алды. Тамаша. Расылға қосыла қояйық. Мерген екен Расыл. Расыл осы жол. Тегіз алмады. Расыл сұраққа жауап бере алды. Расыл. Сақаның қандай асық қойды? Ержан жауап берді. Ержанға атағы. Атағы қой. Атағы. Ержан сұраққа жауап берді. Еңбекті бәріміз керек. Дұрыс жауап берді. Ержан ату мүмкіндігіне ие болды. Ержан асықты қайдан аламыз? Дарын жауап берді. Керемет, Дарын мерген екен. 1 асық бар. Сабақта керек. Тағы ату мүмкіндігіне ие болды. Керемет, тамаша. Дарын 2 асық ұтып алды. Дарын жұмбақ тастырамыз. Шеше қой. Үсті тас, асты тас. Ибрахим ату мүмкіндігіне ие болды. Ибрахим тегіз алмады бұл жолы. Ибрахим 4 түлік малға қандай малдар жатыр? Балалар, ұтқан асықтарын санайықшы. Нұрбатырда 1 асық екен. Нұрасыл, сізде неше асық? 6 асық. Ержанда 1 асық екен. Дарын, сізде неше асық? 8 асық. Бегнұр, сізде неше асық? Бегнұрде 1 асық. Ибрахимде 1 асық. Ильяс, сізде неше асық? 1 асық. Нұрбатыр, сізде 1 асық. Балалар, бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Дарын екен. Дарынды мерген деген атақ береміз.